Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Әбілқайыр Исмайлов, 6 Диас Сүйінов, 8 Султан Бейсеев, 10 Данил Карпюк. Алыстан соққы және гол. Бірінші соққы, бірінші гол. Құрметті жанкүйерлер. Міне керемет басталып отыр ойын. Ордабасы командасы есеп ашты. Нұрсұлтан Пиялы команда капитаны. Команда құрамын таныстырып үлгерген жоқпыз. Алғашқы соққымен ақ есепті ашып тастады Ордабасы. Разенский. Соққы қақпаның бағанасына тиді. Міне соққы. Бұл жолы Кошкинға тиді. Ақыры соқтау голды. Ақыры Өмірбаев. Қалай соқпайды бұл жерде әрине. Бір ғана қорғаушы қалған Гусейн Лидің қасында. Ордабасының бірнеше ойыншысы пас алмасып емін еркін шабуыл жасап жатыр. Өмірбаев голдың авторы. Есеп 2-0. Бірінші голда команда капитаны Нұрсұлтан Пиялы соқты. Енді міне кезек Бауыржан Өмірбаевқа келді. Борханов та соңынан жетті бұл. Қараздар, Ахмади құлап жатыр. Ахмади Қазақстанның футзал қауымдастығы футзалдан Қазақстан чемпионатының титулдық демеушісі Олимпет компаниясына алғысын білдіреді. Нұрхан Байзақов кезекті голдың авторы. Олимпет футзалды белсенді дамытып қана қоймай, жаңа жоспарларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер ашатын компания. Міне, Байзақовтың да қолында сол компанияның эмблемасы тұр. Байзақов гол соғып берді. Оң аяқпен теңнің командасына. 3 доп, жауапсыз 3 гол жіберіп қойды олар. 4-сі бола ма? Жоқ. Гусейнли бұл жолы жақсы ойнады, бірақ әлі де қауіп бар. Тағы бір гол. Кая Оливейра. Ордабасы командасының 4-ші голы соғып отыр. Ірі есеп айырмасы тіркелді. 4 гол дегеніңіз енді оңай емес. Астанаға не көмектеседі енді білмеймін. Бапкер тайм-аут алып та көрді. Бірақ ойынның барысы өзгерген жоқ. Астана толық басымдығын танытып отыр. 11 секунд қалған екен. Осы шабуылда үміті Астана командасы. Карпюктың соққысы және тамаша гол. 4-1. Тура 9-дыққа. 9-дыққа допты топ еткізді. Қайталап көру керек. Әдемі гол дегізі. Карпюк сол аяқпен тепкен сияқты болды. Қазақстанның футзал қауымдастығы футзалдан Қазақстан чемпионатының титулдық демеушісі Олимпет компаниясына алғысын білдіреді. Олимпет футзалды белсенді дамытып қана қоймай, жаңа жоспарларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер ашатын компания. Біз жарнама айтып жатқанда Ордабасы гол соғатын болып алды. Тағы да міне Фалькао. Бұған дейін жарнаманы оқып жатқанда Байзақов гол соқса, енді Фалькао да дәл солай істеп отыр. Есеп тағы да өзгерді. 5-ші гол Қамбек. Данияр Тынысбеков кешім өтем. Данияр Тынысбеков тұр. Данияр міне 40-шы нөмір. Ал көрейік, Карпюк деп еді ғой міндетті түрде. Карпюк дайын, ал Данияршы. Данияр дайын бекен көрейік.
Козлов ар жақта қарап тұр. Жоқ, Борханов тебеді екен. Карпюк емес, Борханов тебеді. Жоқ, Карпюк. Әбден шатастырды бұлар. Карпюк, ешқандай мүмкіндік қалдырмайтын соққы ғой мынау. Мынандай допты неғып тосып алмадың деп ешкім айта алмайды қақпашыға. Қадап тастады тура. Жоғарғы бөлігіне қақпаның. Сайрановқа. Сайранов ұстап тұр әзірге допты. Борханов қақпаға соққы, Байзақовқа тиді топ. Бер жақта Козлов паспен қайтарды, бірақ сәтті емес, тура пиалының алдына салып беріп отыр. Қақпаға бос қалды қақпа. Козлов өйткені өте алыс тұр қақпадан. Қауіпті ол, оң қапталдан күтті. Кезекті гол. Гол деп айғайлағында келмейді. Есебі 6-2. Байзақов тура алады ғой дейм қақпаға. Міне. Байзақов аяғын қоя салды, одан басқа ештеме керек емес еді оған. Козлов. Бер қапталда Бердалин бар. Бердалин тепті. Доп қорғаушылардан аспай қалды. Козлов қайта әкеле жатыр допты. Бердалин ортаға Исмаиловқа, арғы қапталды іске қосылды. Қақпаға соққы. Міне. Қақпашы ауыстырды. Ордабасы гол жіберді. Данияр Тынысбеков шыққанына 1 минут болған жоқ, гол өткізіп алды. Ильяс Бердалин гол авторы. Осындайда өзіміздің жігіттер ғана ойнасын дейтіндер не дейді енді? Деңгейді көрдіңіздер, я? Тынысбеков шығасап гол жіберіп отыр. Ал Белимов болса қалай болар еді енді? Өткізбес бет деген ой қамыр. Бондаренко өзі бұрыштама береді. Бердалинға беріп қойды, байқамай. Карпюк. Қазір Астана сапында Диас Сүйіновті алаңға шықты, 6-шы нөмір. 2 соққы және гол. Ақыры міне Розенскийдің да кезегі келді гол соғатын. Лукас Розенский командасының 7-ші голын соқты. 10 голға барып қалатын сияқты ма? Бірінші тепті. Одан кейін доп қайтып келді, қайта тепті. Козлов өз командасын құтқара алмады. Лукас сол аяқ. Сайранов жақсы тоқтатты допты, алыс бұрышқа пас. Борханов әзер дегенде салды ғымына голды. Ахмет Борханов голдың авторы. Бос қалған қақпа еді, Борханов әзер тоқтатып әзер салды әйтеуір голды. 7-4. Бұл футзал ма жоқ баскетбол ма? Кезек-кезек гол салып жатыр екі команда, гол соғып жатыр. Қақпа бағанасына тигізіп алған екен басында. Тиіп отыр доп. Карпюк Исмаилов! Міне! Саны аз бола тұра, қазір Астана командасы есеп айырмасы қысқартты. Голдың авторы Әбілқайыр Исмаилов. Ордабасы футболшылары енді босаңсып қалған сияқты менің ойымша. Дәл осылай шабуыл ұйымдастырып қойып қарап тұрды қазір. Бірінші пас енді. Кошкиннің тамаша пасы, Карпюк баспен пас берді, болды. 2 пас, 3-ші соққы гол. Жанталасуда Астана ойыншылары. Борханов. Қақпа бос, және бос қақпаға соққы. Бұл 8-5 деген сөз. 8-5. Есеп 8-5, Ордабасы. Командасы Нұрабек Қабылбаевтың голымен басымдықты одан сайын нығайтты. Болды достар, камбек болмайды.